Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Здравствуйте, ребята. Как ваши дела? Ребята, начинаем урок казахского языка. Балалар, қазақ тілі сабағын бастайық. Сабағымыздың тақырыбы «Мен дүкенге барамын». Тема урока «Я пойду в магазин». Жаңа сөздермен таныс болыңдар. Тыңдаңдар және қайталаңдар. Дүкен, магазин. Текше, кубик. Қуыршақ, кукла. Ұшақ, самолет. Тағы да қайталаймыз. Дүкен, магазин. Текше, кубик. Қуыршақ, кукла. Ұшақ, самолет. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, суретке қараймыз және қайталаймыз. Мен дүкенге барамын. Я пойду в магазин. Дүкенде ойыншықтар бар. В магазине есть игрушки. Повторяем. Мен дүкенге барамын. Дүкенде ойыншықтар бар. Керемет, балалар. Келесі тапсырма. Тыңда, қайтала. Слушай и повтори. Маған қуыршақ беріңізші. Дайте мне, пожалуйста, куклу. Ары қарай қайталаймыз. Мне, ал. На, возьми. Отлично, ребята. Повторяем еще раз. Маған қуыршақ беріңізші. Дайте мне, пожалуйста, куклу. Мне, ал. На, возьми. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Енді, балалар, үшінші тапсырма. Сұраққа жауап бер. Ответьте на вопрос. Мынау не? Что это? Мынау қуыршақ. Это кукла. Енді ары қарай өзің жауап беріп көр. Поставь видео на паузу и попробуй ответить. Жарайсыңдар, балалар. Молодцы, ребята. Төртінші тапсырма. Сұраққа жауап бер және суретін сал. Четвертое задание. Ответьте на вопрос и нарисуйте. Сен дүкеннен не аласың? Что ты покупаешь в магазине? Подумай и свой ответ нарисуй. Сен дүкеннен не аласың? Ойланып көрде, жауабын сурет ретінде сал. Және суретіңді маған жіберуді ұмытпа. Жарайсыңдар, балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. На этом наш урок окончен. До свидания, ребята.